Сәлем балалар, бүгін бізде координаталық түзу қарама-қарсы сандарды өтетін боламыз. Ең алғашқы 241 есеп. Оның жауабы Б координаталық түзу. Санақ басы болатын. Оң нүктесі оң бағыты көрсетілген және бірлік кесіндісі таңдап алынған түзу. Ал оның екінші есебі, яғни қарама-қарсы сандар табу керек. 9 және -9. -7 және 7. 3. Үшіншісі 0 болады. Төртіншісі -3,8 және 3,8. Ал бесіншісі 9-дан 4 және -9-дан 4. Алтыншы есеп -1,3-2 және 1,3-2 есебі болады. Достар, стопқа қойып жазып алсаңыздар болады, сіздерге көмегім тиіп жатыр деп ойдамын. Келесі есеп. 242 есеп. Бұл есеп өте оңай. Жауаптарын тез жазып ала қойыңыздар. Бізде А жауабы -4, Б жауабы -2,5, С жауабы -1, О дегеніміз 0-ге тең, ал Д дегеніміз 2-ге тең, ал Е дегеніміз 3-ге тең. Достар, жазып алайық, стопқа қойып алыңыздар. Сіздерге ыңғайлы болу үшін стоп арқылы жазып отырыңыздар. Менің сөздерім түсінікті болып жатса, лайк басып комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Және түсінікті, түсініксіз деп жазып кетіңіздер, достар. Лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер қай сыныпта оқисыздар? Ал біз келесі 243 есепке көшейік. 243 есеп бірлік кесінді ретінде 1 см кесіндіні алып координаталық түзу сызыңдар. Оның бойындағы А -5, Б -3,5, С -2, Д 3, Е -4,5 және К 5 нүктелерін белгілеңдер депті. Координаталық сызық сызып, астына бағанағы жазуларды жазып кетеміз. Яғни А -5 деп. Соларды міне белгілейміз. Яғни мынау сол жаққа минустарды, оң жаққа біз плюстарды жазатын боламыз. Біз алдына өтіп кеттік қой, сол жақ ол минус, және ал оң жақ ол плюс деп жазып кеткен боламыз. Міне мысалы С -2 болса, -2 жаққа, -2-ге С-ны белгілейміз. Достар, координаталық түзу сабағын жақсы меңгеріп жатыр дегеніміз ойдамын. Біз қазір 244 есепке көшеміз, яғни жазып ала беріңіздер. Берілген сандармен қарама-қарсы сандар жұбын теріп жазыңдар дейді. Яғни бір-біріне қарама-қарсы болу. Қарама-қарсы деген қалай? Минус пен плюс. Яғни 1 және -1 ол қарама-қарсы. -27 және 27 ол қарама-қарсы. Яғни минус пен плюс. Және үшіншісі -8,3 және 8,3 ол бізде қарама-қарсы. Ал 0 саны өз-өзіне қарама-қарсы сан болып табылады. Достар, мен келесі 245-ті оқи берем, ал сіздер стоп немесе мен негізі 1 минутқа дейін сіздім, чтобы сіздер жазып алып үлгеру үшін. 245-те бізде кестедегі бос орындарды толтыруымыз керек. Если кім 244-ті түсінбеді, айтып кетейін, бір-біріне қарама-қарсы. Минус пен плюс бізде ол бір-біріне қарама-қарсы сандар. 1 және -1 дегеніміз 1-дің алдына плюс деп есептедіңдер, қалғандары қарама-қарсы емес. 245 есепте кестедегі бос орындарды толтырамыз. Яғни А қарама-қарсы минус А. Ал мынау қызылмен жазып кеткендерім, ол біздің қойған сандарымыз. Яғни мысалы 12 плюс 12 оған қарама-қарсы минус 12. Дәл сондай 0,9 бізде қарама-қарсы минус 0,9-ға тең. Келесі -3,8-ден 1 ол қарама-қарсы 3,8-ден 1. -4-міз плюс 4-ке қарама-қарсы. Ал -31-міз біздің 31-ге қарама-қарсы. Ал біздің -9-міз 9-ға қарама-қарсы. Ал 15-міз -15-ке. Ал 6 санымыз, яғни плюс 6 санымыз -6-ға тең. Ал -9-дан 1-міз біздің 9-дан 1-мізге тең. Ал енді келесі есепке көшейік. Яғни
246 есеп. 246 есепте 2-де 10 суретіне координаталық түзу бойындағы белгіленген нүктеленген координаталармен жазыңдар дейді. Яғни бізде сурет берілген, сонымен жазып шығу керек. Міне уже белгілі бізде А ол -1-ге тең, және мынақта Б дейді, С, О, Д, Е, Ф. Соларды қай нүктеде тұрған жазып шығу керек. Міне мен жерге жазып кеттім. Б бізде 0,7, С бізде -0,3, ал О-мыз ол 0-ге тең, Д-мыз ол 0,1-ге тең, Е-міз 0,5-ге тең, ал F әрпіміз ол бізде 0,8-ге тең. Достар, сіздер түсініп жатыр деген ойдамын. Мен барлығын дұрыс түсіндіріп және қатесіз жазып жатырмын. Ал енді 247 есепке көшейік. Сіздер жазып алыңыздар стоп қойып. 247 есепте x-ті табыңдар. Ол өте оңай. Міне мысалы мына жерде x-тің алдында минус тұрса, біз онда ал теңнен кейін 15,7-4 деп тұр. Ол дегеніміз плюс 15,7-4. Яғни минус пен плюс тұр x-тің алдында. Сонда бізде x тең дейсіздер, 15,7-4 дей саласыздар. Екінші есепте минус x теңіміз минус 0,8. Екеуіне де минус болғанда ол плюске айналып кетеді. Сонда x тең 0,8. Үшінші есеп минус x тең 4,3-1. x дегеніміз 4,3-1-ге тең, достар. Ал төртінші есебі минус x тең 6-дан 5 азайтылған 9-дан 1. Минус x 36-дан 29, x дегеніміз сонда 18-ден 13 санына тең. Өйткені біз 36-ны 26-ға екеуін қысқарттық. Келесі 248 есепте бізде берілгені бірлік кесіндіні ретінде дәптердің 5 төргөздің ұзындығын алып, координаталық түзіңдер. Оның бойынан f-1,5-2, k-2, n-5-1, r-5-4, t-1,5-3 нүктелерін белгілеңдер деген. Міне біз координаталық сызық мына жерге ұзынғыл сызасыздар осылай. Сөйтіп бізде ең қақ ортасынан 10-ны белгілестер ағынан 0 қылып, содан кейін барып бізде кітапта жазған f-1,5-2 соларды жазып шығып, оларды белгілестер. Міне мына жерде мен барлығын белгілеп әдейі нүктелерін қойып кеттім. Осы жерге белгіленді деген сызықты, яғни қойып. Достар, стопқа қойып көшіріп алсаңыздар болады. Келесі 249 есеп. Ол жерде бізде координаталық түзуді бірлік кесінді ретінде дәптердің бір төргөзінің ұзындығын алып, сызып, оның бойынан мына нүктелерді жүргізіңдер дейді. Ол нүктелеріміз Е5-ге, R-4-ге, O0-ге, T9-ға, P-7-ге, N-7-ге, C2-ге. Егер нүктелерін дұрыс орналастырыңдар, 100-ден 1-дің математикалық атауын оқыңдар деген. Яғни мен мына жерге барлықтарын жазасыздар, содан кейін барып олардың белгілейсіздер. Қақ ортасынан О нүктесін ұмытып кетпеңіздер. Қақ ортасынан О. Мына жерге мен қызылдарды әдейі белгілеп қойдым. 2 торкөз бар ғой, содан екеу алып, мен сызып шықтым әрбірі. Яғни оның бізде 100-ден 1-дің математикалық атауы, ол жауабы процент деп оқылады, достар. Яғни жауабы бұның барлығы процент. Көшіріп алсаңыздар болады. Келесі 250 есеп. Бұл бізде несте деген тура теңдіктерді жазыңдар деген, тура болатындай. Қалай бізде минус жақшаны ашамыз, минус 3,7 тең 3,7. Теңнен кейінгі 3,7 ол бізде қалады. Ал мына жақта жақшаның сыртындағы мен жақшаның ішіндегі минустар плюске айналып кетеді. Ал бірақ бізде плюс жазылмайды, сөйтіп екеуі тең болады. Бұл жерде бізде тура теңдіктерді ғана жазыңдар деген. Екіншісі тура теңдік емес. Ал келесі үшіншісі тура теңдік, өйткені минус пен плюс минусқа айналып кетеді. Ал жақшаның сыртында бізде минус 8 тұр. Сөйтіп минус 8-де минус 8 тең болады. Келесі төртінші есебі дұрыс. Ол минус және 9,6-тан 5 2 минус тұр.
сол кезде олар плюсқа айналып кетеді, минус пен минус плюсқа алып кетеді, сөйтіп екеуі тең болады. Келесі 6-шы есебі дұрыс, яғни минус пен плюс ол бізде минусқа айналып кетеді, ақ жақ шаны сыртында да минустар. Сау болыңыздар, түсінікті деп ойлаймын, көшіріп алыңыздар.